Қайырлы күн достар, келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Сіздермен оливье салатының рецебімен бөлісемін. Мен етпен жасаймын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Жуылған етті салқын суға салып, үстіне кішкене тұз салып, қақпағын жауып, қатты отта бір қайнатып аламыз. Көбігін алып, қақпағын сәл ғана ашып, өте баяу отта 1-1,5 сағаттай пісіреміз. Жуылған картоп пен сәбіздің үстіне жылы су құйып, кішкене тұз салып, қайнаған соң орташа отта қақпағын жауып 40 минуттай пісіреміз. Ет шамамен 1,5 сағаттай пісті. Көбігін алып, сүзіп алып, қойып қоямыз. Кішкене салқындауы қажет. Картоп пен сәбіз де пісті, 40 минуттай өтті. Енді сүзіп алып, салқындатамыз. Егер де мүмкіндік болса, ет пен картоп және де сәбізді алдын ала кешке немесе 5-6 сағат бұрын пісіріп, холодильникке қойып қойсаңыздар, туралаған кезде өте жақсы туралады. Енді жұмыртқаны пісіреміз. Ол үшін жұмыртқаға салқын су құйып, кішкене тұз салып, қайнатамыз. Қайнаған соң орташа отта 7 минуттай пісірсеңіздер, жұмыртқаның барлық витаминдері сақталады. Жұмыртқаны бірден салқын суға саламыз. Сол кезде қабығы жақсы аршылады. Картошка, сәбіз және де жұмыртқаны қабығынан аршып алдым. Енді барлық ингредиенттерді видеода көрсетілгендей етіп, 4 бұрышты етіп турап аламыз. Еттің орнына әрине колбаса қоссаңыздар да болады, бірақ етпен өте дәмді болып шығады. Достар, менің каналымда өте ерекше әрі дәмді болып шығатын ыстық тағамдардың, тәттілердің, запеканкалардың рецептері бар. Каналыма тіркеліп алыңыздар, қазақша контентті қолдап кетіңіздер. Видеоларымды қарап, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Жұмыртқаны тек 7 минут қана пісіргендіктен, жұмыртқаның саруызы қараймай өте әдемі болып тұрады. Егер де тұздалған қиярдың көп болған қаласаңыздар, тағы да қосып жіберіңіздер. Салатымызды жасаймыз, ол үшін барлық туралған заттарды біріктіреміз. Горохты қосамыз. Горохты қосқан кезде суының жартысын төгіп тастаймын, жартысын бірге қосып жіберемін. Сол кезде салат сочный, дәмді болады. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосып, майонез қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Салат дайын болды достар. Етпен жасағандықтан өте дәмді, тойымды болып шығады. Сондай сүйсініп жейсің. Менің рецептімен жасап көріңіздер. Сіздерге ас болсын. Сіздермен болған назым. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Рахмет.